Мынау қазіргі дүниемен, ақшамен, жұмыспен бір жанталасқан өмірде көп адамдар рухани вакуумға түсіп жатады. Ал рухани вакуум бұл деструктивті діни ағымдарға солардың қармағына түсіп қалудың бір жолы. Себебі рухани вакуумға түскен адам, яғни ішінде бір рухани жан дүниесінде бір бостық болады, өміріне мән кетеді, мақсаттары, бір армандары болмайды, яғни бір күйзеліске түсе бастайды адам. Осы сәтте деструктивті ағымдар адамның осы рухани жан дүниесіне бірінші болып жол табатын болса, соны бірінші болып толтыратын болса, адам сол бағытта кетіп қалады. Сол себепті әр адам кітап оқу арқылы, отбасылық қарым-қатынасын нығайту арқылы, ұлттық құндылықтармен сусындау арқылы ішкі жан дүниесін толтыруға тырысу керек. Өзінің рухани халіне бір назар аударып отыруы өте маңызды. Себебі бұл тек қана радикалды идеологияға түсуге жол ашып қана қоймайды. Адамның адами моральдық құндылықтардың төмендеуіне, жалпы күйзеліске, түрлі осындай салдарға алып келуі мүмкін.